Сәлеметсің бе, достым? Сиқырлы әріптермен танысуды жалғастырамыз. Келесі видеоларға назар аудар. Үйрек, үтік, үй сөздері қандай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс айтасың. Бүгін біз дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл дыбысының бас және кіші әрпі. Үй сөзі дыбысынан басталады. Қане, бірге айтып көрейік. Дыбысы созылады екен, яғни ол дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Сөзінде дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Басында. Ал сүт сөзінде ше? Дұрыс айтасың, сөздің ортасында. Дыбысы сөздің басында және ортасында ғана кездеседі екен. Қане, әрпі кездесетін буындар мен сөздерді бірге оқып көрейік. Күй, күшік, күшік, күрек, күрек, түй, түбек, түбір, үй, үйшік, үйрек, үйрек, үймек, сүт, үкі, үміт, түс, күйші, күміс, түлкі, бүркіт, бүркіт, үйеңкі, үйеңкі. Өте жақсы, қайталап оқып көр. Жазылым. Дыбысының бас және кіші әрпін жазып көрейік. Бас әріп жоғарыдан 1, 2, 3. Кіші әріп 1, 2, 3. Керемет. Балалар, сендер не байқадыңдар? Әрпі қай әріпке ұқсайды екен? Әрпіне өте ұқсайды екен. Тек әрпінде белбеуі бар. Қандай дыбыс, балалар? Дұрыс, жуан дауысты дыбыс. Ал жіңішке дауысты дыбыс екен. Ұмытпай, есімізге сақтайық. Көп ойла, тез ойла ойынын ойнап көрейік. Дыбысы кездесетін сөздерді атап шық. Тексерейік. Өте жақсы. Сөйлем құрап үйренейік. Берілген сурет және сызбалар бойынша сөйлем құрап көр. Бір төртбұрышқа бір сөз. Мысалы, алмас, үтік, алып, келді. Енді сен құрап көр. Сонымен бүгін біз дыбысы және әрпімен таныстық. Ол жіңішке дауысты дыбыс екен. Қандай сөздерде кездеседі? Бос төргөздерді толтырып көр. Келесі кездескенше қош сау бол.